Жаңа презентация шаблоны банкомат деп аталады. Мінекей презентация форматында ішіндегі жазулардың барлығын өзгерте аласыздар. Пока слайдан басып көрейік. Мінекей картаңызды салыңыз дейді. Картаны басады оқушы. Карта енгеннен кейін ары қарай батырмасын басады. Құпия код тереді. 1-ден 9 сосын 0 деген сандың барлығын теріп шығады. 7, 8, 9, 0. Мінекей ары қарай батырмасын басады. Соманы таңдаңыз. Мұнда көрсетілген соманың біреуін таңдайды. Мысалы 500 таңдап тексеруді басады. Ақшаны шығару арқылы ақшаны шығарып алады. Артқаны басу арқылы артқа менюге оралады. Осылайша қайтадан басқа ақшаларды таңдау мүмкіндігі болады. Мінекей 2000 теңгені таңдайық. Артқа басамыз. 30 000 таңдайық. Ақшаны шығару 10 000 және 20 000 шықты. Артқа басып 10 000-ды басып көрейік. Мінекей. Енді шығу батырмасын бассақ, біздің банкты таңдағаныңызға рахмет деген жазу шығады. Мінекей презентациядағы тапсырма және жауап деген терезелердің барлығын өзгертіп, өзіңіздің пәніңізге сәйкес тапсырма мен жауаптарын жазып шығасыздар.